Мен Құлназаров Жамбыл Малкажарұлы, педагог, зерттеуші. 60 жылдық тарихы бар, талай дарындар мен мықтыларды тәрбиелеген, спорт саңлақтар мен өнер майталмандар түлеп ұшқан білімнің киелі қара шаңырағы Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентіндегі өзім оқып білім алған тұңғыш академик Қаныш Сәтпаев атындағы номері 216 орта мектепте дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарамын. Осынау тарихы терең, мерейлі мектептің қабырғасына қызмет ету мен үшін үлкен абырой әрі жауапкершілік. Дене шынықтыру сабағы тек физикалық жаттығулар жиынтығы емес, ол мінез қалыптастыратын, ерік-жігерді шыңдайтын үлкен өмір мектебі. Сондықтан мен әр сабағымда оқушылардың бойында патриоттық сезім оятуға, спорттық қабілеттерін шыңдауға, жауапкершіліктері мен командалық рухын дамытуға ерекше көңіл бөлемін. Педагогикалық қызметінің басты нәтижесі шәкірттерінің жетістігі. Жетістіктің кілті табанды еңбек. Шәкірттерім ұлттық мектеп лигасы аясында өтетін алтын доп жарысының аудандық және облыстық кезеңдерінде баскетболдан жыл сайын жеңімпаз және жүлдегер атанып келеді. 11-ші жазғы Қазақстан оқушылар гимназиадасының республикалық жарысында шәкірттерім баскетболдан жүлделі 3-ші орыннан көрінсе, 3-3 баскетболдан 2-ші орынды қанжығаға байлады. Сонымен қатар Тәуекел Мерейім, Кенжетай Ерасыл, Ысқақ Үміт сынды шәкірттерім түрлі деңгейдегі додаларда үздік ойыншы, үздік қорғаушы, үздік шабуылшы аталымдарын қоржынға салып, мықтылықтарын дәлелдеді. 2024 жылы Павлодар қаласында өткен Қазақстан Республикасының оқушылар гимназиадасында оқушым Арыстан Әлішер жеңімпаз атанып, өз шеберлігін шыңдады. Өзім жетекшілік жасайтын баскетболдан аудандық ер бала құрама командасы мектеп оқушыларының облыстық күзгі спартакиадасында жеңімпаз атанды. Баскетболдан мектептің ер және қыз бала командасы Тараз, Орал қалаларында өткен ұлттық мектеп лигасының республикалық кезеңіне қатысып шеберліктерін шыңдады. Кәсіби даму жолында өз білімім мен біліктілігімді үздіксіз жетілдіріп келемін. Баскетболдан Қазақстан Республикасының бірінші санатта спорт төрешісі және біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты жаттықтырушы атағын иелендім. Менің мақсатым ауыл балаларын бұқаралық спортқа баулып, спортқа деген қызығушылығын арттырып, олардың бойында көшбасшылық қабілеттерді қалыптастыру және ұлттық мектеп лигасы шыңына шығару. Оқушыларым жетістігі менің еңбегімнің айнасы. Осы жылдар аралығында үздік дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі 2022 аудандық байқауында 1-ші орын, облыстық байқауында 2-ші орын иелендім. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің алғыс хаттары, оқу-ағарту министрлігі ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі орталығының құрмет грамотасы, сертификаты алғыс хаттарымен марапатталдым. Және де облыс әкімі, аудан әкімдерінің құрмет грамотасынан марапатталдым. Республикалық мұғалімдер спартакиадасында Қызылорда облысы құрама командасында жалпы есепте жүлделі 1-ші орын иелендім. Білім қызметкерлерінің облыстық спартакиадасының бірнеше дүркін жүлдегерімін. Баскетбол спорт бойынша әр жылдары үздік шабуылшы, үздік ойыншы номинациясымен марапатталдым. Облыстық деңгейде үздік спорт төрешісі атанып, Алматы, Астана және тағы басқа қалаларда өткен республикалық жарыстарда жоғары деңгейде төрешілік жасадым. Тәжірибе мұнымен шектелмейді. Биыл республикалық педагогикалық тәжірибе алмасу алаңында әріптестермен өз тәжірибемен бөлістім. Спорт тек денсаулықтың кепілі ғана емес, рухтың беріктігі мен ұлт болашағын негізі. Болашақ ұрпақтың қайсар мінезі мен жеңіске деген құштарлығы спорт алаңында қалыптасады. Осындай жауапты миссияны абыроймен атқарып келе жатқаныма мақтанамын. Мен неге мұғаліммін? Өткені спорт залында әр баланың бойындағы сенімділікті оятып, жеңіске деген жігерін қалыптастыру менің басты міндетім. Және команда болып жеңіске жеткендегі шынайы қуанышын көру мен үшін ең үлкен бақыт. Ұстаздық ұлы іс. Ұстаз ретінде миссиям спорт арқылы дені сау, рухты, намысшыл ұрпақтарды және чемпиондарды тәрбиелеу. Бұл менің кәсіби парызым және өмірлік ұстанымым.